Bakın, kitap suyur kavun. Kitap suyur kavun? Ya, şals естімедіңіз, kitap suyur kavun. Бәрімізге белгілі, қазір ақпараттық интернет заманы басталды. Ал кез келген адамның білімі мен танымының, ой-өрісі мен сана сезімінің дамуына ықпал ететін кітаптың қаралымы қазір азаюда. Неге деп ойлайсыз? Неге? Өйткені ғаламтор желісі кітаптан қарағанда өте қызықты. Ал адамды түрлі эмоцияға бөлейтін, әр парағына сан қилы құпияларға жол ашатын, сөздік қорымыздың молаюына ықпал ететін себепші жалғыз кітап емес пе? Бір кітаптың өзін оқу нағыз бақыт қой. Сіз өз-өзіңізге сұрақ қойыңызшы, соңғы рет қашан кітап оқыдыңыз? Соңғы рет кітап оқығаным есімде жоқ. Міне, рухы биік ел құлдырамайды, ал биік рух қайдан келеді? Әрине, кітап оқудан. Сондықтан барлықтарыңызды, әсіресе жастарды кітап оқуға шақырамын. Осы орайды пайдалана отырып, өзімнің сүйіп оқитын туындыммен таныстырғым келіп отыр. Жазушы ғалым Имат Келімбетовтың «Үміт үзгім келмейді» хикаят монологын бірден мен оқып шықтым. Туынды өмір үшін күресті, шынайы махаббатты, адалдықты арқау етеді. Ауыр науқасқа шалдығып, жұлынына күрделі нейрохирургиялық операция жасатуға келісім берген ержанның өмір мен өлім арасындағы шарасыз күйі суреттеледі. Кітапты оқи отырып, дәл қазіргі ойнап күліп, жақындарымызбен еміне жақын араласып жүрген күндеріміз өте бақытты екенін түсіндім. Шындығында біз пендешілікке салынып, өмірдің мағынасын түсіне алмай кетеміз. Ол шығармада ержанның ауруханадағы басынан өткізген оқиғалары, өмір үшін күресі жақсы суреттеледі. Шығарма шынайы өмірден алынған, тартымды түрде жазылған. Ал сіз азғал аузында жатқан науқасты аман алып шыққан не екенін білгіңіз келе ме? Егер қызықты болса, осы кітапты толығымен оқып шығуға кеңес беремін.